Топ 4 кітап сенің өмірін максимально өзгертуге дайын болады. Бұл 4 кітап сенің өміріндегі сенің мировоззрениеңді, сенің жалпы әлеміңді өзгертіп тастайды. 4 түрлі кітап. Саморазвитие жағынан, отбасы жағынан, қаржылай туралы, жалпы ақша туралы вещи, былайша жалпы айтқан кезде, және де жалпы әлем бойынша кітап. Әлем туралы жазылған кітап. Бұл 4 кітапты оқыса, сенің өмірін бұрынғыдай қалмайды. Және де ескертіп кетейін. Жай ғана оқып қана қоймай, өзіне өнеге ал, және де өміріне қолдана біл. Егер де қолдана білсең, онда сен басқа деңгейге шығатын боласың. Өте басқа деңгейге шығатын боласың. Бірақ бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп кет, лайк басып кет, комментарий жазып кет. Бұл канал сенің дамуың үшін өте маңызды канал. Ал бұл видеоны достарына жібер. Достарың да бұл кітаптарды оқысын, тыңдасын, көрсін. Кеттік, бастаймыз. Саморазвитие жағынан «Кто заплачет, когда ты умрешь» кітабы. «Кто заплачет, когда ты умрешь». Бұл кітапта 101 кеңес берілген. Әр кеңеске 1-2 беттен ғана оқу өте оңай, керемет кітап. Ішінде цитаталар бар, ішінде түрлі кеңестер бар, өте керемет кітап. Ішінен бір 101 кеңестен бір 20 кеңестің өзін өміріне сіңірсең, сен басқа деңгейге шығасың. 10 кеңестің өзін 10 кеңестің өзін өміріне сіңірсең, жаңа деңгейге шығасың. Бұл кітап жалпы бүкіл осы мен саморазвитие жолында айтып келе жатқанның бүкілін дәл осы кітапта жиналды деп айтсаң да болады. Міне осы кітап кәдімгідей саған көрсетіп береді. Өмірде қалай болу керек, өмірде не болады деген сияқты. Бұл кітаптың ең бас жағында бір керемет сөз бар, менің жүрегімді бірден жаулап алған. Жаңа әкесі авторға айтады ғой, балам сен дүниеге келген кезде барлығы жылаған еді. Барлығы күлген еді, кешіріңіздер. Барлығы күлген еді, ал сен жылаған едің. Бұл өмірде сен татау мықты өмір сүр. Сен дүниеден өткен кезде адамдар жылайтын, ал сен қуанатындай өмір сүр деді. Мінекей осындай бір керемет кеңестерге байланысты сен қуанып өмір сүретіндей 101 кеңес жазылған дәл осы «Кто заплачет, когда ты умрешь» кітабы. Екінші кітап. Бұл ақша туралы «Богатый папа, бедный папа» кітабы. «Богатый папа, бедный папа» кітабы. «Богатый папа, бедный папа» менің жалпы өмірінде ақшаға деген көзқарасını максимально аударып тастаған, және де төңкеріп тастаған деп айтайыншы. Және де менің өмірімдегі осы барлық ақшаға қатысты нәрселер бүкіл ойымды өзгерте отырып, сол кітаптың арқасында мен әрі қарай қаржылай сауатты болып, түрлі инвестиция жасап, қазір криптовалютаны үйреніп жатып, осылай түрлі бағыттарға қарай жол ашты. Бұл менің саморазвитие жолында, бұл менің ақша жолындағы номер 1 кітап. Жалпы менің ең басындағы тыңдаған кітабым. Мен бұл кітапты шын айтайын, тіпті оқып көрген жоқпын. «Богатый папа, бедный папа» кітабын мен оқыған жоқпын. Мен жай ғана тыңдадым, бірақ тыңдағанның өзіне соншама идея, тыңдағанның өзіне соншама кеңес, тыңдағанның өзіне соншама инсайт алып отырдым. Бұл номер 1 кітап десең де болады ақша жағынан. Кеттік, 3-ші кітап енді қазақтарға керек. Қазақтарға байланысты біздің еліміздің, біздің ұлтымыздың құндылығы отбасы тақырыбында жазылған кітап. Бұл «Жанұясы» кітабы. Қабылбек Әліпбайұлының өте керемет кітабы. Мен садаққа барып жүрген кезде арнайы жарты сағат бұрын баратынмын садаққа. Одан кейін садақ біткеннен кейін 1 сағат сол жерде қалатынмын. Неге? Өйткені сол кітапты көріп қалып, сол кітапты оқып, тоқтай алмай, кәдімгідей тез оқып тастағым келіп, мен сол кітапты оқығаннан кейін бірден түсіндім. Окей, мен болашақта мынандай әйел адам қалаймын. Мен әйелім болашақта осындай болғанын қалаймын. Мен болашақта мен балаларымды осындай үйірмелерге беремін. Мен балаларымды осылай тәрбиелеймін. Мен бүкіл кәдімгідей көзім ашылып, отбасы тақырыптарға қатысты кәдімгідей көзім ашылып оянған кез. Өте керемет. Анда садақтан шығам осы кітапты оқып болып, плюс садаққа қатысып деген сияқты кәдімгідей вдохновение алып, кәдімгідей мотивация алып, энергия алып, күшті сезімде болып шығатын едім. Мінекей, бұл менің 3-ші кітабым, өмірімді өзгерткен, және де сенің де өміріңді өзгерте алатын отбасы тақырыбына байланысты. Және де 4 бүкіл әлем бойынша нәрселер. Әлемдегі номер 1 кітап. Мен қазір бұны жаңағындай «Богатый папа, бедный папа» сияқты, немесе «Кто заплачет, когда ты умрешь» деген сияқты бұны асырап айтып тұрған жоқпын. Бұл қалай бар, тура солай. Бұл Құран кітабы, қасиетті Құран кітабы, Алла тағаланың түсірген кітабы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан қалған кітап, Құран кітабы. 1400 жыл бойы бізге қалдырып кеткен кітап. Менде 1400 кішкене аз болуы мүмкін, көп болуы мүмкін, нақты айта алмаймын, кешірім сұраймын. Бірақ содан бері келе жатқан
сол кітаптың ішінде табылған зерттеулердің бүкілі, мысалы Сириус жұлдызы туралы айтқан, былай туралы айтқан, олардың бүкілі қазір зерттеліп келе жатыр, ғылыми дәлелденіп келе жатыр. 1400 жыл бойы жазылған нәрселердің бүкілі қазір ғылыми дәлелденіп келе жатыр. Қаншама өнеге, қаншама бүкіл әле, мысалы, адамдарға көмектес, жақсы сөз айт, адамдар туралы жақсы ойла, тағы да басқа кеңестер. Ғайбат сөйлеме, зинаға жақындама дейтін сияқты қаншама кеңестер сен өміріне қолдансаң, сен әулие адам боласың. Былайша айтқанда, қандай керемет сөздер, қандай керемет нәрселер ішінде жазылған. Қасиетті Құран кітабы, әрине, бұл әлемдегі номер 1 кітап. Міндетті түрде бұны оқуың керексің, және де оқып көр. Ендеше достар, өте керемет болды, өте керемет топтама болды, өте керемет кітаптар болды. Ендеше осы кітаптардың бүкілін оқып, өмірімізге қолданайық. Кеттік, келесі видеоларда кездескенше көп рахмет.